Қаршадай қыздың қырқын беру өте ауыр. Марқұм Нұрай Серікбайдың ағасы күдіктіні өмір бойына соттауды сұрады. Шымкентте қатыгездікпен өлтірілген 21 жастағы Нұрай Серікбайдың 40 күндік асы берілді. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Марқұмның ағасы Сұлтан Серікбай Трец желісіндегі парақшасында жазба жариялап, күдіктіні өмір бойына бас бостандығынан айыруды сұрады. Бүгін Нұрайдың 40 күндік асы өтті. Жап-жас, нәзік қыздың қырқына көп адам келіп, көңілдерін білдірді. Өкініштісі бізден кейін және біздің алдымызда үлкен жасқа келіп қайтқан кісілердің жылдық асын беріп жатты. Соның арасында қаршадай қыздың қырқын беру өте ауыр екен. Жүректі езеді, қинайды. Біздің талап енді өсіп келе жатқан гүлді тамырымен бірге жұлған адамды өмір бақи бас бостандығынан айырсын деген үкімді күтеміз, деп жазды Сұлтан Серікбай. Қадірлі көрермендер, жап-жас қыздың 40 күндік асын беру ата-ана мен бауырлар үшін ең ауыр сәттердің бірі екені сөзсіз. Әдетте 40 күндік ас өмірден өткен үлкен кісілерге беріліп жатады ғой. Ал енді ғана өмірі басталған 21 жастағы қыздың 40-ын өткізу жүрекке салмақ салатын жағдай. Ағасының жазбасынан отбасының қаншалықты күйзелісте екенін анық аңғаруға болады. Бұндай қайғыны сөзбен жеткізу қиын. Бұл бір әулеттің ғана емес, тұтас қоғамның жанын ауыртқан оқиға. Күдіктіге қатысты ең қатаң жаза сұрауы да түсінікті. Қайғыдан қан жұтқан отбасы әділдік күтеді. Дегенмен, қандай үкім шығатынын сот шешеді. Заң аясында әділ әрі ашық қаралғаны маңызды. Ең бастысы, бұндай қайғылы жағдайлар қайталанбаса екен. Жас өмірдің қиылуы бәрімізге сабақ болуы тиіс. Марқұмның жаны жәннатта, ал туған туыстарына сабыр тілейміз.